Жақсы, біз кеттік. Аға, жақсы, сәттілік. Бүгін енді қате жібермеуге тырысу керек. Егер де бүгін қате жіберетін болсақ, онда айлығымызды бермей қояды. Сол үшін барынша тырыс. Қате жібермеуге тырыс. Жарайды. Енді киімімізді ауыстырайық. Кеттік жұмысқа. Ал енді мынаны шатастырмай апар. Все жақсы. Айтпақшы, ана жерде бай отбасылар отыр. Егер де оның көңілінен шықпайтын болса, онда сені сразу жұмыстан шығартамын. Сол үшін олардан көңілден шығатыным бол. Жарайды, ханым. Егер ұнатпай қалса, онда сенден айлықтарыңды бермеймін және жұмыстан шығарып жіберем. Жарайды. Сәлеметсіздер ме? Мынау сіздердің заказдарыңыз. Ал тамақтан жеңдер. Ей, тамақ қайда? Қалайша тамақ жоқ? Мен шатастырып алған ба? Бос басуда мен өтінемін, кешірім сұраймын сіздерден. Біз бұл жерге пустой тамақ жеу үшін келдік пе, әлде ауан жеу үшін келдік пе? Типа мазақтағыларың келіп тұр ма? Ужас, кошмар, бұл не деген бассыздық? Мен бұл жерде нормальный мейрамхана екен десем. Жүріңдер кетейік, құрсын мына мейрамханасы. Кеттік, жүріңдер. Қайда барасыздар? Неге тамақтарыңыз пустой? Біз пустой тамақ жеу үшін келдік пе? Өте ужас, масқара, біз кетеміз. Жүріңдер, кетеміз. Масқара болдық, масқара. Мен саған айттым емес пе? Олардың көңілінен шығу керек. Сен пустой тарелканы апарған есің дұрыс па өзі сенің? Мен сені жұмыстан шығартамын, және айлықтарыңды да бермеймін. Өтінемін, кешіріңізші, өтінемін. Енді олай қайталанбайды, өтінемін, кешіріңізші. Артық сөз керек емес, басқа қызметшілер де толып жатыр сенен басқа. Әпкем естісе жаман болады. Кешіріңізші, тоқтаңызшы. Не болып жатыр мұнда? Білмеймін. Айтпақшы, сен және сенің сіңлің жұмыстан шығады. Онымен қоса айлық та берілмейді. Ханым, неге? Себебі сенің сіңліңнің кесірінен қонақтар кетіп қалды. Олар өте бай қонақтар еді сенің кесірінен. Мәссаған, өтінемін, кешіріңізші. Онда қайталанбайды, өтінемін, айлықты беріңізші хотя бы. Айлық берілмейді, менің жаңа қызметшілер алуым керек. Короче, орындарында босатыңдар. Қарап тұрма, тезірек босатыңдар. Әпке, өтінемін, кешіріңізші. Хотя бы осы күнді жақсы өткізу керек еді. Той, бір енді не істейміз? Енді не істейміз? Туф. Енді қандай жұмыс табамыз? Сен де енді мұқият болмайсың ба енді? Туф, әпке, енді мен байқамай қалдым. Енді жұмыстары тиянақты жасауға уәде беремін. Жоқ, сен жұмыс жасамайсың, одан да үйде отырасың. Жарайды, оны тасташы, үйге кеттік құрсын. Жарайды, әпке, мені кешіргеніңіз үшін рахмет. Жарайды, үйге кеттік. Жақсы. Әпке? Иә? Неге сіздер ерте келдіңіздер? Оны кіргеннен кейін айтайықшы. Үйге кірейік. Әпке, сонымен не болды? Бағана жұмыста бай отбасылар болыпты. Сосын? Одан кейін тамақты пустой, яғни басқа әдіспен шатастырып алыпты. Сол үшін олар ашуланып кетіп қалды. Сол үшін ханым да ұрысты және айлықты бермей қоямыз деді. Енді басқа жұмыс іздеуге тура келеді. Және енді жұмыс істемейді. Әпке, жаман болыпты шынымен де. Айтпақшы, жаңа үй хозяйны келген, ақшасын төлесін дейді. Немене? Оны ұмытып кетіппін ғой мен. Ақшасын екі есе көп қайтарасыңдар деді, себебі 2 ай болыпты төлемегенімізге. Мен тіпті ұмытып кетіппін ғой. Енді 2 жұмыс істеуге тура келеді ау деймін. Точно білмеймін. Әпке, мен сізге жұмыс істеп көмектесейін да. Бұл жолы бәріміз жұмыс істеуіміз керек сияқты. Мен де әпке көмектесейінші. Енді бір рет болсын қателік кетті, енді кешіресіз деп ойлаймын, енді ондай қателік жасамаймын. Онымен қоса жұмысымды тиянақты, мұқият жасауға тырысамын. Жарайды, ондай болып тұрады, мен сені кешіремін. Енді ондай қателік жасамайсың деп сенемін. Жарайды, оны барып шайымызды ішіп, одан кейін жұмыс іздеу керек. Жарайды, жүріңіз. Ой, жұмыс таппай жатырмын что-то. Мен де жұмыс таба алмай отырмын, әпке. Ой, әлі продукт алу керек, одан кейін үйдің ақшасын төлеу керек.
Оның бәріне міне ақшаларды қалай жеткіземіз? Оның бәрін қалай төлейміз енді? Білмейміз. Ана жақта әпкелер не істеп жатыр? Бізден тығылып жүр ма? Мүмкін бір нәрсе айтып жатқан шығар. Барып көрейік та. Жарайды, оны жүр. Олар не істеп жатыр? Тоқташы. Жұмыс тауып жатсыңдар ма өзі? Әпке, міне іздеп жатырмыз. Мына жерден бүгін таба алмайтын сияқтымыз. Мүмкін. Айжан, сен бұрында торттарды әдемі, керемет қылып пісіруші едің ғой. Қазір де пісіріп көре аласың ба? Әрине пісіре аламын. Оған бірақ ингредиенттер керек. Мынауың керемет идея ғой, Айсұлтан, молодец. Ингредиенттерге ақшаны өзіміз табамыз, сен сатып айналысып көреміз. Тек ақша жинап, бір жерде арендаға алу керек, болды. Балалар бәрі дайын тұрады. Жақсы болатын еді. Ұмытып қалмасын, болды, бұрында керемет қылып пісіруші едің ғой. Әке, сен өте керемет пісіреді. Рахмет сіздерге. Олар жұмыс іздеп жүр ғой деймін шамасы. Мүмкін әпкемізге көмектесеміз бе? Давай, бірақ қалай көмектесеміз? Тіпті білмеймін. Жарайды, онда ойланайық. Бұнда сен сатып көмектесек та? Өте жақсы идея. Мысалы, не сатсам екен? Оны ойлану керек деп ойлаймын. Жарайды. Бір жұмыс таптым. Әпке, қандай жұмыс? Ана байлардың үйін жинайтыншы, сондай жұмыс. Жақсы жұмыс. Бірақ қанша береді екен? Айына 20 мыңдай береді-ау деймін, солай жазылып тұр. Өте жақсы екен. Так, все, жұмысқа бара берейін, қазірден бастап бола береді екен. Ақшасын 1-2 аптадан кейін төлейді екен. Жарайды. Хорошо. Жақсы, онда мен кеттім. Мен келдім жұмыстан. Не істеп осыңдар? Әпке, отырмыз. Айлық түскен ба? Түсті. Ал енді мен Айжанға осылай ақша жинауым керек. Осы жерге салам. Енді осы ақшаны Айжанның магазиніне жинайтын боламыз. Бұл ақшаға тиіспеңдер деп ойлаймын енді. Рахмет, әпке. Жақсы, мен енді ана барып салып қояйын ақшамды. Әпке, не болды? Біз Айбек екеуміздің жинаған ақшамыз бар еді. Мынау сізге. Жоқ, алмаймын. Не үшін? Бұл сендердің ақшаларын өздерің жұмсайсыңдар. Әпке, алыңызшы, бұны Айбек екеуміз сізге арнап жинадық қой. Ұрлық жасап жинаған жоқпыз, мен бұл ақшаны еңбекпен таптым, көлік жуып таптым. Дұрыс айтады Айбек. Ал мен болсам, әшекейлер жасап, классымдағы қыздарды саттым. Ол ақшаны бүтін ақша ауыстырып, осындай ақша таптық. Жарайсыңдар балалар, нағыз жақсы бала болып өсіпсіңдер. Бұл біздің Айжан әпкеге арнаған сыйлығымыз. Осы ақша бұл көмектеседі деп ойлаймын мен сіздерге. Молодец, жарайсыңдар. Рахмет, әпке. Жарайды, оны мына жаққа салып қояйық. Әпкелер, мен сендерге торт қарыз болады. Конечно. Жақсы, енді барып шайымыз ішейік. Мына жерде біраз ақша жиналып қалған шығар. Ашайық. Так, 10 мың, 20, 30 мың, 40 мың, 50 мың, 60 мың, 70 мың, 80 мың, 90 мың. 90 мың теңге жиналыпты. Осы ақшада жетіп қалатын шығар арендаға алғанға. Егер артылып қалса, онда продукт аламыз. Енді жететін шығар деп ойлаймын. Одан кейін арендаға алатын адамды табу керек. Мен бір жерді білем, ертең сол жерге апарам ғой сізді. Ол жерде вроде клиенттер көп. Тіпті жақсы, онда ертең барамыз таңертең. Қазір барып шайымыз ішейік. Жарайды, әпке. Магазин болса деп көп армандап едім. Ертең арманың орындалады. Бизнесте жүріп кетсе жақсы болатын еді.
Әрине әпке, мен барын шыдамды қылуға тырысамын ғой. Тез ішіп алайық, қазір біз Айжан екеуміз барып көріп келеміз. Жарайды. Сен балаларға қарап отырасың ғой, жарай ма? Аха. Айтпақшы, әпкенің ортада тұрған бәлішті мен пісірдім. О, дәмді сияқты көрінеді, дәмін көрейік онда. Ұмытып қалмаған жақсы болды. Рахмет әпке. Ал дәмін көрейік. Дәмді екен, молодец. Жақсы, біз кеттік. Үйге қарап отыр. Рахмет. Иә, әпке, қараймын ғой. Жақсы, біз кеттік. Сәттілік тілеп қойыңдар. Сәлеметсіз, сіздің магазиніңіз арендаға алайын деп едік. Сәлеметсіздер ма? Иә, алыңдар. Бағасы қанша болады сонымен? 1.30-40 мыңдай болып қалады енді. Жарайды. Міне ақшасы. Жақсы, енді ақшасын ай сайын келіп алып тұрамын сендерден, жарай ма? Жарайды. Міне, енді бұл магазин сенің магазиның. Мәссаған әпке, қандай күшті мына жер. Әрине, ұнағанына қуаныштымын. Енді саудаң жүрсін деймін, енді не деймін. Ал енді қалған ақшасына продукт аламыз ғой, саған торт пісіруге арналған, жарай ма? Суда деген сияқты заттар аламыз. Жарайды әпке, үлкен рахмет сізге. Мына жерде құлтап қой, барып продукт алып келейік, жарайды. Ал керек продуктыларды ал. Аха.